Сәлем достар, жылдам оқу сабағының 6-шы бөлігіне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз тіркеспен оқуды үйренетін боламыз. Тіркеспен оқу ол сіздің жылдам оқуыңызға ең жақсы көмектесетін көмекшілердің бірі болып табылады. Сондықтан да бұл сабақты бар фокусыңызды қойып, тыңдап шығуыңызды сұраймыз. Жалпы тіркеспен оқу деген не? Мен алдыңғы сабақтарда айтып өткенімдей, қарапайым адамның кітап оқу көзінің траекториясы дәл осы суреттегідей. Әр сөздің арасына секіріп отырамыз. Және де мысалы бір қатарда 12 сөз болатын болса, сіз 12 рет секіресіз. Бір сөзден екінші сөзге өтіп жатқан кезде біз жарты секундымызды жоғалтамыз. Егер біз тіркеспен оқитын болсақ, тіркеспен оқу деген 3 сөзді, 4 сөзді біріктіріп, соның барлығына бірдей фокус қоюымыз. Ал оған қалай жетеміз? Оған тікелей алдыңғы сабақ байланысты. Егер сіз Шульте кестесімен көп жұмыс жасаған болсаңыз, және де пирамида, яғни 3 бұрыш әдісімен жұмыс жасаған болсаңыз, бұл сіздерге ешқандай қиындығын туғызбайды. Енді ойлап қараңыз, жаңағы 12 қатарға сіз 12 рет секірдіңіз. Егер сіз әрбір сол жердегі 4 сөзді біріктіріп отыратын болсаңыз, сізде 3 рет қана секіруге болады. Дәл осы бір қатардан ғана сіз 3-4 секунд үнемдеп отырсыз. Міне жылдам оқу деген осы болып табылады. Енді дәл осы мен сізге айтқанымды кітаптың бетіне өзіңіздің қолыңызға қаламағыңызда екі сөздердің арасын шекара қойып, сол екі сөздің арасына секіріп отырыңыз сөздерден сөздерге. Қайта-қайта жасаңыз. 1 минутқа уақытты таймер қойыңыз, және де қайталай беріңіз. Бірнеше рет қайталаңыз. Егер сіздің көзіңіз қайтадан бұрынға қалып қатысып қалатын болса, бірінші сөзден екінші сөзге, екінші сөзден үшінші сөзге жасап жатса, минутты тоқтатыңыз да қайтадан бастаңыз. Бұл сізге өте пайдалы болатын ақпарат. Сондықтан да жаттығуды дәл осы сабақта көбірек жасағаныңыз абзал. Жалпы біз тіркеспен оқып жатқан кезде қазақ тілінің мынандай артықшылықтарына да көз жеткізе аламыз. Қазақтың тілі сондай бай тіл болғандықтан, мысалы бір сөз оқимыз, оның арқасындағы сөзі алғашқы сөзге көмекші ретінде, немесе алғашқы сөз екінші сөзге көмекші ретінде беріліп жатады. Оған таудың басы, өзеннің сағасы, қазақ тілі деген секілді сөздер. Тағы да бір айта кететін жайт, қазақтың тілі бір мағынаны беру үшін сондай алысын алып келеді. Оған мысал ретінде 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Асан ертесіне сабаққа бара алмады. Өте ұзын сөйлем болғанмен, бұл жерде нақты беріп тұрған мағынасы Асанның сабаққа бара алмағандығы туралы. Осы секілді тіркеспен оқу нәтижесінде сіз нақты ақпаратты сөйлемнің ішінен алу керектігі туралы өзіңіз ой қалыптастырасыз. Бүгінгі сабағы осы. Тіркеспен оқу. Ең алдымен тіркеспен оқыңыз, көзіңізбен оқыңыз. Жаттығуды өте көп қайталаңыз.